Баршаңызға сәлем. Бүгін айраннан жасалған зебра пирогын дайындайтын боламыз. Бүгін менің қасымда кішкентай ассистентім, қызым Азалия болады. Самби Азалия, Симпиет. Алдымен 4 жұмыртқаны 150 грамм қантпен араластырып, үстіне шым-шым тұз қосып, миксермен массамыз 2 еселенгенше жақсылап араластырамыз. Енді бөлме температурасында жылып тұрған 200 мл айранға жарты қасық ас содасын салып, массамызға құямыз. Міндетті түрде бөлме температурасындағы айранды алғанымыз дұрыс, себебі пирогтың көтерілуі осыған байланысты. Енді 300 грамм ұнды 53-тен өткізіп, массамызды жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Дайын болған массамызды екіге бөліп, екінші бөлігіне 4 шай қасық какао ұнтағын қосамыз. Енді массамызды араластыра отырып, видеодағыдай алма-кезек құямыз. Мендегі форманың диаметрі 20 см. Болған соң массамызды біркелкетіп тегістеп, таяқшаның көмегімен қалаған суретімізді саламыз. 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіреміз. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Видеода көріп тұрғаныңыздай пирог өте жұмсақ әрі ылғалды болып шығады. Сіздермен болған Асылжан мен Азалия, астарыңыз дәмді болсын. Подписывайтесь на канал. Всем пока.